Саламатсыңдар ма, 4-ші сынып оқушылары? Әдебиеттік оқудан 91-ші және 93-ші сабақтар аралығын орындайық. 91-ші сабақ армандар орындалады. Ойлан, өткен замандағы адамдар болашақ туралы нені армандауы мүмкін? Көрдіңдер ме балалар, суретте егіншілік, аңшылық, терімшілік және шам жағып кітап оқып отыр, иә? Егінді екі сиырға ағаш байлап, сол арқылы жыртып жүр. Болашақта ол нені армандауы мүмкін? Ол болашақта солай жерді жыртатын машина, жерді жыртатын көлік армандайды, иә? Ал мынау қолмен теріп жүрген терімшілікте олар сол өздері теретін аппарат болмаса машина шыққанын қалайды, иә? Болашақ туралы армандайтын болса. Ал мына түйелер бізде жүк тасымалдайды. Бұл түйенің орнына бұл түйелер ұзақ жүретін болғандықтан жылдам жүгіңді жеткізетін, олар да көлік түрін қалайды екен. Ал ең соңында жарық шаммен кітап оқып отырған ата ол болашақта шамның өте жарық әрі бұлай жақпай тоқ арқылы немесе басқаша ойлауы мүмкін, өткен замандағы адамдар. Көрдіңдер ме балалар, өткен замандағы адамдар өздерінде жоқ нәрсені болашақта армандауы мүмкін, сендер қалай ойлайсыңдар, басқа нені армандауы мүмкін? Енді келесіге өтейік. Өткен күндерді қазіргі өмірмен салыстырып әңгімелеңдер дейді. Көрдіңдер ме? Өткен өмірде барлығын жан-жануарлар көбіне және адамдардың өздері жасаған екен. Ал қазіргі таңда бұлардың орнын машинамен, көлікпен әртүрлі алмастырған екен. Жарайсыңдар, Бүркіт Ысқақов 1924 және 1991 жылдар аралығында өмір сүрген кісі екен. Ақын Қарағанды облысы Нұра ауданы Көкмөлдір ауылында дүниеге келген. Отан, сенің отаның, кім жүйрік және тағы да басқа өлеңдері бар. Орыс ақындарының шығармаларын қазақ тіліне аударған. Өлеңдері орыс, өзбек, татар және тағы да басқа тілдерге аударылған екен балалар. Жарайсыңдар балалар, келесі түсініп оқы. Қанатты қиял. Жазғы тұрым, жайлы кеш, аулақта отыр қарт ата, қасындағы ұлына әңгіме шерін тарқата. Шырағым, деді ол ертеде, ұшатын кілем болыпты. Айшылық алыс жерлерге шапшаң жетіп қоныпты. Адам оған ауыр жүк артып көкке ұшыпты. Кең аспанды аралап, айды, күнді құшыпты. Тыңдап сөзін атаның, оқуға жүріп ұл кетті. Содан бері арада талай ай, күн, жыл өтті. Қайтты бір күн баласы, самолетін самғатып, өнерімен ұшқыштық көрген жанды таңғалтып. Осылайша атаның қиялын сан ғасырлық шығарып біз шындыққа іс жүзіне асырдық. Бүркіт Ысқақов. Шер тарқату бұл жерде әңгіме айту деген мағынаны білдіреді екен балалар. Қарттың әңгімесінен ертедегі адамның жақсы өмір туралы қиялын тауып оқы дейді. Бұл жерде міне ұшатын кілем болыпты, айшылық алыс жерлерге шапшаң жетіп қоныпты. Адам оған ауыр жүк артып көкке ұшыпты. Кең аспанды аралап, айды, күнді құшыпты деп, бұл жердегі атаның адамдардың жақсы өмір туралы қиялын айтсақ болады екен. Ақын өлеңнің тақырыбын неліктен қанатты қиял деп атаған? Себебі бұл жерде атаның қиялы ұшуға байланысты болып тұр, Жарайсыңдар. Келесі, топта өз пікірлеріңді дәлелдеңдер дейді. Қарттың баласына айтқаны ертегі немесе шындық. Ертегі дегенге иә дейміз, себебі оны қиялынан туғызып айтып отыр ата. Ал шындыққа ол бұлай жанаспайды, бірақ оны соңында шындыққа айналдырды. Ұшатын кілем емес, оны ұшатын ұшаққа айналдырыпты. Жарайсыңдар, келесі кестемен жұмыс. Тұжырымдар. Өлең оқиғаға құрылған. Өлең оқиғаға құрылған, балалар?
себебі бұл жерде бізге беріп тұрған ата мен баланың арасындағы әңгіме оқиға, яғни болған, соңында шындыққа жанасып самолетпен, ұшақпен келген баланың оқиғасы болыпты. иә, өлеңде кейіпкер жоқ. Я десек, онда жоқ дегенге келіскеніміз, ал жоқ десек, онда келіспегеніміз. Демек, өлеңде кейіпкер бар. Ол кімдер? Ол ата мен бала. Келесі, өлең ауыз әдебиетінің үлгісі бола алмайды. Жоқ, ол ауыз әдебиетінің үлгісі бола алады. Ертегі, аңыз әңгімелердің бәрі қазақ ауыз әдебиетіне жатады екен, балалар. Өлеңде аударуға болатын басқа тілден енген сөз бар. Я, самолет деген сөз бізде басқа тілден енген сөз екен. Жарайсыңдар. Баланың мамандық таңдауына не әсер етті? Бұл жердегі баланың мамандық таңдауына атасының қиялы, айтқан сөздері және өзінің еңбегі, оқуы, өнері әсер етіпті. Келесі, айтылуы мен жазылуына байланысты кестеден қате сөзді тап. Айтылуы ұш-құш деп айтыпты. О әрпін қойған, ал жазылуы ұш-қыш. Келесі, өнер. Өнер деп айтылады, бірақ өнер деп жазып қойыпты. Демек, бізде өнер деген жазылуы айтылуында қалай айтылса, жазылуында да өнер болып, е әрпі болып жазылады екен. Ал ұш-құш деген ұш-қыш, яғни ы әрпімен дұрыс жазылған екен, балалар. Жарайсыңдар. Келесі 92-ші сабақ. Келешектің ғылымы. Ойыңмен бөліс. Қалай ойлайсыңдар, келешекте қай ғылым саласы өте қажет болады? Біріншісі есеп, математика, екіншісі дәрігер, биология, үшіншісі химия, одан кейін астрономия, сонымен қатар информатика сабақтары бізге керек болады ма? Қалай ойлайсыңдар, балалар, қайсысы бізге өте қажет сала болады екен? Әрине, бізге өте қажет сала ол медицина болу керек. Дәрігерлер бізге көп қажет болады. Бұл жердегі негізгі барлық мамандықтың әрқайсының өз қажеттілігі болады екен, адам өміріне. Ал балалар, мына жерде өлеңді бізге рөлге бөліп оқыңдар дейді. Сендер де рөлге бөліп оқып көріңдер, жақсы ма? Алыптардың айтысы. Электр. Жай отынан жаралғам, найзағайдан нәр алғам, көзді ашып жұмғанша кең әлемге таралғам. Қызмет етем адамға, қолғанатпын маманға. Елгезекпін, ептімін, іс тындырам табанда. Мейлі мақтап, даттаңыз, менсіз жоқ зауыт шахтаңыз. Орынынан жылжымас, менсіз пойыз автаңыз. Ғарышқа ұшқан ана бір, жерсерікпен корабль. Күні жоқ менсіз оның да, нанбасаңыз қара бір. Әлемге қуат әр бергем, жылылық жарық нәр бергем. Бұл электрдің сөзі екен. Келесі химия. Жарармын деп мен керекке, мен де келдім көмекке. Өзгерте алам, өзгерем, емеспін тек желөкпе. Мен де керек бұйыммын, жасай білсең үйіңмін. Іше білсең тамақпын, кие білсең киіммін. Ұшса ракета аспанға, қанат беріп жас жанға. Мен де қарап жатқам жоқ, тиісті үлес қосқамда дейді. Келесі адам. О, қуатты электр. Сенсің қанат серігім. Химияда керек бір. Қолғанатым, көрігім. Бірің елге нұр төгіп, бөлейсің жұртты жарыққа. Екіншіңнен тұр төніп, ырыс байлық халыққа. Менде білім, сенде күш, химияда айла әдіс. Қол ұстасып үшеуміз, ұшамыз әлі айғалыс. Бұны да жазған Бүркіт Ысқақов екен. Жарайсыңдар, балақайлар. Жай оты дегеніміз, балалар, найзағай оты. Іс тындырам табанда, лезде тез жасаймын деген мағынаны білдіреді екен. Химия бұл ғылымның саласы. Ғылым саласы дегеніміз әртүрлі ғылым саласы бар. Биология деген сияқты, математика деген сияқты. Келесі
электр қуаты тіршілік көзі тақырыбы бойынша айналаңнан мысал ізде дейді. Айналамызда мысал толып тұр, иә балалар? Үйіміздегі жарықтың өзі бұл электр қуаты, яғни тіршіліктің көзі болады екен. Жақсы. Енді балалар, адам өлеңдегі үш алыпты қалай сипаттап бағалады дейді. Адам ол жерде екеуінде екіге бөлмей теңдей екеуінің де керек екенін, өзіне қажет екенін, өзінің білімі, ал қалғанның күшімен, айла әдісімен барлығымыз биікке жетеміз деп бағалап айтып жатыр, иә балалар? Енді балалар қараңдар, тоңазытқыштың өкпесі тақырыбында жоспар бойынша мысал құрып жаз немесе суретін сал дейді. Балалар, сендерге кітаптағы суретті көрдіңдер ғой, иә? Одан басқа өздеріңнің қиял ғажайыптарыңмен өздерің ойланып, әдемі сурет салыңдар, жақсы ма? Келесі 93-ші сабақ қазыналы жердің болашағы. Сөздерді оқып, тақырыппен байланыстырып ойыңды айт. Міне мына жерде суда кемелер жүзіп жүр. Әрбір кемеде бізге сөздер беріпті. Жер, еңбек, дала, байлық, қазына, кен, болашақ, ел және бақыт деген сөздер беріпті. Бұл жерде бізде еңбек, байлық, қазына, болашақ дегеніміз, бақыт дегеніміз біздің қазыналы жердің болашағы деген тақырыбымызға байланысты сөздер. Жерде әртүрлі егін егіп, әртүрлі өнімдер алып, еңбек етіп, байлық тапсақ, қазына тапсақ, иә, болады, иә? Болашағымызда біз бақытты ел болады екенбіз. Әртүрлі кен орындары да бар, иә? Сол арқылы біз қазыналы жеріміздің болашағын көріп отырмыз. Енді келесі Тайыр Жароков 1908 және 1965 жылдар аралығында өмір сүрген екен. Ақын Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Жетібай ауылында дүниеге келген. Күн тіл қатты, жыр қанаты, тасқын, тасқынға тосқын атты шығармалары бар екен, балалар. Енді мұнай деген шығармасын оқып көрейік. Каспийдің күміс көбік толқынындай бұрқанып жердің астын керней тулай. Арналы алып ембі шыңырауынан бұрқырап көкке шашып шыққан мұнай. Бұрғы сап жердің 70 қабатына, ағызған мұнайды ер қайратына, сүйсініп елім көкке шырақтаған, күш беріп самолеттің қанатына. Жайнаған біздің байтақ жер кенге бай, тең келер біздің елге ел бар қандай. Қанында елдің соққан жүрегінің, шалықтап өмір көлі жатыр мұнай деп бізге мұнай жайлы өлең арнап кетіпті, иә? Көрдіңдер ме, балалар? Мұнай өмірдің көлі деп біздің еліміздегі байлықты осылай сипаттап суреттеп кеткен екен өлең арқылы, иә? Енді Маңғыстау өлеңін оқиық. Кеше батпақ құба шөл, Маңғыстаудың даласы, бүгін байлық тума сол, шүпілдеген шарасы. Атқылатып тереңнен, қақ жарып жер өзегін, асырады кемерден газ бен мұнай өзенін. Алынбаған кені көп, Маңғыстаудың қойнында, еңбекте озған ері көп, жеңіс пенен той мұнда деп Әбубәкір Қайранов ағамыз осылай Маңғыстауды әдемлеп, сипаттап суреттеп кеткен екен. Көрдіңдер ме, балалар? Қандай әдемі қылып, түсінікті етіп, газ бен мұнайдың қандай екенін бізге суреттеп өлең арқылы жеткізіп отыр. Келесі білгенге маржан. Мұнай дүние жүзінің көптеген елінде өндіріледі. Қазақстанда мұнай кен орындары Орал ембі және Маңғыстау мұнай алабында орналасқан. Мұнайдың шаруашылықтағы рөлі үлкен. Ол сұйық отын өндіретін басты шикізат. Мұнайдан бензин, дизель майы, керосин және тағы да басқа заттар өндіріліп алынады екен. Мұнайдан не алынады? Суретті пайдаланып сұраққа жауап бер. Міне әтір, әртүрлі пластмассадан жасалған ойыншықтар және ыдыстар, су бояқ және көліктің
дөңгелектері. Міне мына жерде көлік тұр, ол жер жанармай құятын бекет екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі алынбаған кені көп Маңғыстаудың қойнында деген өлең сөзінен Маңғыстау өңірінің болашағы туралы не айтасың дейді. Ол жерде алынбаған кені көп болса, болашақта тағы да алынады, және де сол арқылы Маңғыстаудың болашағын жақсартуға, және Маңғыстаудай кен орнымыз бар. Маңғыстау өңірінде бізде байлық өндіретін өзіміздің қара алтын деп айтады ғой мұнайды. Сондай орнымыз бар, қаламыз бар деп мақтанады екенбіз. Міне балалар, біздің жеріміздің қандай бай, әртүрлі өнімдерге бай екенін көріп отырсыңдар, иә? Әртүрлі ақындарымыз да ол жайлы өлеңдер жазып кеткен. Жарайсыңдар, сендерге барлығы түсінікті деп ойлаймын. Өздеріңде осыларды оқып, әртүрлі біздің жерлеріміз жайлы мағлұматтарды біліп жүріңдер, жақсы ма балалар? Сендерге сабақ түсінікті деп ойлаймын. Тыңдағандарыңа рахмет. Менімен бірге болыңдар әрдайым. Сау болыңдар.